Колледжде бірге оқыған курстас қыз күз басында тұрмыс құрды. Ауқатта әкесі аянып қалған жоқ. Жасауын қымбат дүниемен толтырды. Мейрамханада аста төк той жасап бір шалқытты. Шешесі де жарқырап, жасау жабдығын, қыздың киім кешегін, көрпе төсегін түгендеп, зырылдап жүгірді. Не керек кісі қызғарлықтай көрініс бұл еді. Сырт қараған адамға төрт құбылас түгел бойжеткеннің ұзатылу тойы екені рас. Бірақ тойда құрбымның нағашыларынан бірде-бір адам болған жоқ. Анасын да көре алмадым. Құрбымның әкесінің қасында өгей шеше жайнаңдап жүрді. Шалғай ауылдың бір түкпірінде, қамсау үйде күйбең тіршілік кешіп жатқан туған анасын еске алып көңілім күйзелді. Мен бұл отбасын жақсы білетінмін. Ақтөбеде пәтер жалдап, мектепте еден жуушы болып жұмыс істейтін анасы құрбымның колледждегі оқу ақшасын төлеу үшін оны жатақханаға тастап, ауылға бай шаруаның малын қарап, сиырын сауға жалданып кетіп еді. Сол кезден бастап құрбым шешесіне өшіге бастады. Айтатыны 16 жасымда жалғыз өзімді қалаға қалдырып, өзің тайып тұрдың. Жатақханада бірге тұрғанымызда анасының такси жүргізушілерінен үнемі беріп жүретін қаймақ майын, қуырдағын, аш құрсақ жүрген күндерімізде азық қылғанымызды қалай ұмытайын. Жарытып ақша жібере алмаған шығар. Елдің қыздары сияқты әдемі киім кие алмаған шығар. Бірақ та екеуміз аш болған жоқпыз. Екеуміз деп отырғанымыз, менің әке шешем жоқ, тас жетіммін. Жетімдік пен өгейліктің не екенін құрбымнан гөрі жақсырақ білемін. Колледждің соңғы жылында құрбымның ес білмеген кезінде тастап кеткен әкесі тап болды. Әкесін тапқан соң құрбым мал басындағы анасынан алшақтай берді. Осы үшін құрбым екеуміз жиі сөзге келіп қалатынбыз. Ақыры өміріміз, жолымыз әр түрлі болды ма, әлде көзқарас алшақтады ма, екеуміздің жолымыз екіге айырылды. Білетінім құрбым Ақтөбедегі дәулетті әкесінің қолына кетіп қалды. Мен де байланысымды үздім. Енді міне арада 5 жыл өткенде тойына шақырту алып келіп отырмын. Той басталмастан бұрын жұртқа естіртпей, Жамал апай неге келмеді дегенімде құрбым ыршып түсті. Бірдеңені сылтауратып бұрылып кете берді. Сол кезде ат шаптырым мейрамхана тар көрініп, самалдай жарқыраған шамдар күңгірт тартқандай, несін айтайын, көңілім құлазып сала берді. Той алдында Түркияға барып, киім кешекпен дүние жасау іздегендерін қонақтарына салпылдап айтып жатқан өгей шешені де көргім келмеді. Мейрамхананың алдында сыйлы қонақтарын асыға күтіп, тықыршып тұрған әкесінің тоқмейіл кескінін де көргім келмеді. Тола жұрттың көзінше бірден кетіп қалуды ыңғайсыз. Ақыры той басталды. Аста төк дастарханға қолымды да созғым келмеді. Тамағымнан ас өтпеді. Ретін тауып шыға жөнелдім. Қыркүйектің түні өте суық. Жұқа күртешемнен ызғар өтіп барады. Жамал апайымның сәлемдемелерін таситын ойсылдың таксистері бар ма екен? Орталық базардың сыртында тұратын еді. Ертең барып баяғы таныс жүргізушілер болса, апайымның жағдайын сұрайын. Қызының тұрмысқа шығып жатқанын білем екен. Әлде жоқ жұқа тіршілігінен қомсынып тойға келуден өзі де бас тартты ма екен?